Қазақстандық педагогика қорғандай. Ол оқушының білім алуына жеткілікті ме? Заман ағымымен даму үстінде ме? Деген сұрақ білім саласында тынбай еңбек етіп жүрген қауымды ойландыруда. Білім жүйесі ғылым жетістіктерін өз тәжірибелерінде қолдана білетін, шығармашылықпен ойлана алатын, өзінің кәсіби қызметіне талдау жасап, дамыта алатын мұғалімдерді қажет етіп отыр. Жаңаның бәрі ұмыт қалған ескі демекші, кейбір әдістемелік құралдардың қайта жаңарып жатқан жағдайы да бар. Педагогикалық әдіс тәсілдерге, сабақ формаларына өзгерістер енгізілуі мұғалімдер мен оқушыларды, қала берді ата-аналарды да елең еткізіп қызықтыруда. Мектептегі мұғалім мен оқушының іс-әрекеті қалай дамытылуда? Сонау заманда Каменскийдің салып кеткен сынып сабақтық жүйемен көрші орыс елінің, шетелдің педагог-психологтерінің әдіс тәсілдерін, тәжірибелерін пайдаланып жатқанымыз рас. Дегенмен, осыған қанағат етіп қана қоймай, өзге ұлт өкілдерінің көшірмесі болмай, өз ұлтымыздың ерекшелігіне, тәлім тәрбиесіне орай құрылған отандық педагогика қоры жасақталып, заман талабына сай педагогтардың тәжірибелік еңбектері жинақталып, педагогикалық құралдар, технологиялар, әдіс тәсілдері ойластырылып, әдістемелік жинақтары молынан жарық көруіне үлес қосқымыз келеді. Маңғыстау облысы өрлеу біліктілікті арттыру институты педагог кадрлердің педагогикалық технологияларды жетік меңгеріп, нәтижеге бағытталған білім беруіне баса мән беруде. Нәтижеге бағдарланған жаңа білім беру жүйесіне көшу педагогикалық кадрлерді кәсіби дайындаудың заман талабына сай жүргізілуін талап етіп отырғандықтан, біліктілік арттыруға келіп отырған тыңдаушылардың жеке қызығушылығын ескере отырып, жұмыстану институт мамандарының алдарына қойған мақсатты жұмыстарының бірі. Өз тәжірибеме келсем, білім беру үдерісінде мұғалімнің әдістемелік жұмысын жүйелі ұйымдастыруға баса көңіл бөлемін. Соның ішінде мұғалімдердің сыныпта топтық жұмысты сабақ түрлеріне орай оқушының оқу орнын тиімді жабдықтауын қадағалаймын. Себебі, көп жағдайда мұғалімдер оқушылардың тек бір қалыпта дөңгеленіп отыруына қадалып қана қалады. Бұл отырыста оқушылармен жеке, жұптық жұмыс жасауына кедергі болатын тұстары. Екінші суретте парталарды қозғамай, әр қатардың соңына бөлек парталар қойып, оқушылардың топтық жұмыс басталарда осы жерге келіп бас қосуын ұйымдастыру. Келесі суретте шағын топта оқушылардың бас қосуы көрсетілген. Бірінші партадағы оқушылар артындағы екі партаға бұрыла қалып, бас қосып, өз ойларын ортаға салады. Бұл күнделікті сабақта партаны әрі-бері қозғамай, уақыт алмай, оқушымен жұмыс жасауға ыңғайлы. Сонымен бірге сабақтың түрлеріне қарай сынып парталарын орналастырудың басқа да жолдарын іздестіруге болады. Сондықтан, әр сабақта оқушы парталарының орналасуының ең жақсы нұсқаларын іздестіріп отыру керек. Төмендегі суретте көрсетілгендей, сыныпта сабақ формасына орай парталарды әр түрлетіп орналастыруға болатынын көреміз. Мысалы, мына суретке қарай отырып, парталардың орналасуы өтілетін сабақтың нәтижесіне үлкен әсерін тигізетінін байқаймыз. Мысалы, бірінші оқушылар өзара ақылдасып жұмыс жасауға ыңғайлы. Мұғалім сырттан тек бақылаушы. Ал нөмірі екінші, үшінші шағын топтық жұмысқа арналған. Алайда нөмір үшіншіде қиындау тапсырмаға арналған топтық бас қосу. Нөмірі төртінші интерактивті тақтаны пайдалана отырып, видеоүзіктерді талқылауға, немесе мұғаліммен және сыныптастарымен талқылау жүргізе отырып, жұмыс жасауға ыңғайлы болса, нөмірі бесінші дәстүрлі сабақтағыдай жеке тапсырма орындауға арналған. Ал алтыншы, жетінші нөмірлерде жұптық тапсырмалар берудің түрлері оқушылардың бірін-бірі оқытуына арналған. Осындай интербелсенді оқытуда екі функцияның орындалысына мән беріп отыру қажет деп ойлаймын. Ол берілген тапсырманың орындалысы мен біріккен жұмыста оқушылардың бір-біріне қолдау көрсетуі. Сондықтан, нәтижелі біріккен жұмыс жүргізілуі үшін, оқушылардың ақылдасуы үшін, бірін-бірі оқытуы үшін дұрыс ұйымдастырылған оқу бөлмесі керек. Нәтижелі оқу сыныптағы шағын топтардың көңіл күйлеріне тығыз байланысты. Бастапқы кезде оқушыларды өз еріктерімен топқа бөлген тиімді. Бұның оң жақтары оқушылар арасында жеке тұлғалық байланыс қалыптасады. Әңгімелесуге ыңғайлы орта қалыптасады.
оқушылар өзін ыңғайсыз сезінушілігі төмендейді. Бір-бірін қолдауда сенімділік күшейеді. Сабақ мақсаты жаңа сабақ, не жаңа білім алу болса, оқушыларды қалай орналастырылған тиімді. Бұл кезде мықты оқушылар мен әлсіз оқушыларды араластырып отырғызған тиімді. Дегенмен, мықты оқушының шыдамды, қайырымды болуына назар аударған жөн. Нөмірі 8-9 суреттерде көрсетілген. Ал егер сабақ мақсаты өткен тақырыпты қайталау мақсатында болса, онда мықты оқушыларды біріктіріп, оларға қиындау, ал әлсіз оқушыларды біріктіріп, жеңіл тапсырма берген жөн болады. Бұны 14 суреттен байқауға болады. Қандай топтық тапсырма берілсе де, берілген тапсырмалар оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасасып, пікір алмасып, бір-бірінен көмек алуына негізделуіне тиіс. Интербелсенді сабақ тиімді жүру үшін сынып кеңістігінің оқушылардың бетпе-бет отыруында назардан қалдырмау керек. Бұған дәлел 13, 15, 16 суреттер. Қазіргі кезде мұғалімнің жұмысын қағазбастылық алып кеткені белгілі. Сабақ үрдісі кезінде оқушыға назар аудара алмау, дәптер тексеріп отыру, журнал толтырып отыру, немесе тағы да басқа тапсырмалар орындау. Жаңа сабаққа дұрыс дайындала алмау, ертеңгі сабаққа бүгін кешке дайындалу сабақтың сапасын түсіреді. Мұғалім жұмысын жеңілдетудің бір жолы мектептің сабақ жоспарлары базасын құруды аудандарға ұсынып жүрміз. Жаратылыстану, қоғамдық пәндер, бастауыш сынып бойынша, эстетикалық пәндер бойынша мұғалімдер топталып, өз жоспарларын электронды түрде жазып, жинақтай беру. Ол үшін мұғалімдер lesson студия жүргізіп, бір жоспарды бірге құрып, оны тәжірибеден өткізіп, 3 мұғалім құрса, 3 сыныпқа да сол жоспар бойынша 3 мұғалім жоспарды сынақтан өткізіп, жоспардың соңына өз рефлексияларын жазып, салып қояды. Келесі оқу жылы рефлексияға қарап отырып, түзетеді. Оған міне нөмір 3 суретте көре аласыздар. Жоспарлар базасы жыл сайын өзгеріске түсіп отырады. Әр қыркүйек қазанда жоспарлар өңделіп, жаңасы жинақталып, ескі жоспар архивке кетіп отырады. Сонда қазіргідей жыл сайын бір жоспар жазылып, ол жалғасын тауып өңделмей, тасталып отырмайды. Бұдан мұғалімдер екі жұмыс жасамай, жыл сайын жоспарын тек өңдеумен шектеліп отырады. Бұл жерге мұғалімдердің біріккен күші керек. Оқу жоспарын бірге өңдеген кезде, олардың әрқайсысының ойы, пікірі ескеріліп, тиімді жоспар құруға қол жеткізіледі. Жоспарлар әбден жетіліп, өңделе бермек. Мұғалімдердің қолы қағаздан босап, енді оқушыны зерттеумен айналысуға көшеді. Олар сабақ бойы әр оқушының жауап беруіне, ізденісіне мән беріп, олардың жауаптарын, сұрағын жазып алып, оқушымен тығыз қарым-қатынас жасайды. Сонымен бірге мұғалімдердің көрнекі құралдары, бағалау бетшелері, видео үзіктері, постерлері суретке түсіріліп, папкаларына салынып, сол тарау папкасына салынады. Келесі оқу жылы мұғалім оларды қарап, есіне түсіріп, рефлексия жасап, сабағын жаңаша құруға негіз жасайды. Және де мұғалім енді сабағына бір күн қалғанда дайындалмайды. Оның сабағы бір жыл бұрын дайын тұрады. Мұғалімнің оқу жоспары ғылыми жұмысқа айналуы мүмкін. Мұғалім портфолиосы деген папкаға мұғалімнің марапаттаулары, газет бетіне шыққан материалдары, анкетасы, курстан өткен сертификаты жинақталады. Бұл мектеп әдіскеріне көмек болмақ. Кез келген уақытта ешкімді іздемей, мұғалім туралы ақпаратты, оның жоспарларын кез келген уақытта ашып көре алады, көрсете алады. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру мен біліктілігін арттыру үшін, олардың жұмыс жасау стилін жеңілдетіп, тиімді, сапалы өнім алу үшін инновациялық әдіс-тәсілдерді молынан пайдаланып, түрлендіріп, эксперимент жасаудан қорықпайық, әріптестер.